списпен тоқудың жолын көрсетемін. Ол үшін біз, сондай жіппен екі спис тауып аламыз. Мынау бас бармағымызбен мына баланы үйреніміз арқылы тоқимыз. Оның басталуы. Осылай алып аламыз жіпті. Осыны қылауымыз керек. Осылай бас бармағымызбен баланы үйренімізге осылай жіпті алып аламыз. Ортадағы жіптен осылай аламыз. Содан соң бас бармағымыздан жіптіреміз. Содан соң баланы үйренген осылай болды. Және тағы да дәл солай болады. Қанша жүріп отырғандағы санап отырсыздар осылай. Бас бармақтан бірінші, одан соң баланы үйренген. Содан соң баланы үйренген. Баланы үйреткен дәл солай кете береді. Өтшінде осылай алып аласыздар. Списпен тоқу жолы. Емі өрім сияқты жүгірек бір келкі болып.